Конституциядағы жаңашылдықтар жергілікті мәслихаттар жұмысын дамытуға ықпал ете ме? Бұл әрине ықпал етеді. Қолданыстағы конституцияда парламент екі палаталы болғандықтан, сәйкесінше тұрақты комитеттер бұрын мәжілісте жетеу болса, комитеттер сенатта 6 болғандығы. Осы ретте комитеттердің заңды талқылау отырыстары саны артып, мәслихат депутаттары да қатысуға міндетті болатын. Сондықтан бір палаталы парламенттің құрылуы барлығы 8 комитеттің жұмыс жасауы бұрынғы процестерді әлдеқайда оңтайландырады. Яғни заң шығару процесін жеделдеттіріп, тездетеді. Ол жұмыстардың тиімді ұйымдастырылуының оң әсерін береді деп ойлаймын. Бұл өз кезегінде мәслихаттардың депутаттарының тағы да өзінің халықпен жұмыс істеуге артық уақыттары пайда болады деген ойдамын. Онда мынау адам құқықтары мен бостандықтарының басымдық ретінде айқындалуы немен байланысты деп ойлайсыз? Конституцияның адамның жеке басына қол сұқпаушылық, адамның негізгі құқықтарын қорғау және сот билігінің тәуелсіздігіне қатысты нормалары және неке мен отбасы құндылықтары күшейтіледі. Бұл дегеніміз адамның өмір сүру құқығын абсолюттік дәрежеге көтеру, адамға бағдарланған саясат, адамның жеке басына қол сұғушылық пен Миранда ережесінің цифрлық дәуірінде жеке мәліметтерді қорғау, ар-намыс пен қадір-қасиетті қорғауды күшейтеді. Әлеуметтік құқықтар мен құқықтық анықтық қағидаттарын бекіту болып табылады деп ойлаймын. Түсінікті.